Қайырлы күн, менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздерден өтінетіндерім, подписка жасаңдар, маған лайк басыңыздар. Мен сіздермен бір өзімнің басымнан өткен оқиғамен бөліскім келіп отыр. Мына алдыңызда келе жатқан 21 желтоқсан жаңағы Алланың бір ерекше қылған күндердің бірі. Алланың бәр күні де ерекше ғой, бірақ мына күн өте ерекшелеу. Күн қысқарып, түн ұзақ болатын, оның да бір үлкен сыры бар. Мен сол өзімнің басымнан өткен оқиғамен сіздермен бөліскім келіп тұр. Өйткені мына тылсым әлеммен жұмыс істегеннен бері түсінетінім, ол күні өте нәзік әлем өте одан сайын жұқарады. Алла бізге одан сайын жақындайтын күндердің бірі деп айта аламын. Сондықтан осыдан 21 жыл бұрын 20 желтоқсан күні толғатып перзентханаға түстім. Қанша уақыт екен білмеймін, біраз, 10-15 сағат білмеймін, біраз толғақ қысып сол роддомда жүріп, 21 күні таң ата босандым. Босанғаннан кейін родзалда босандым, таң ата босандым, есімде сон акушерка бар қасымда, нелер бар, сон айтып жатыр, қыз бала анау деп кіндігін кесіп сөйтіп жылап жатқан баланың дауысын естідім да, содан кейінгі уже есімде жоқ. Бір трубаға ұшып кеткен өзім сезіндім. Трубаға ұшып, гүріл деген трубаға ұштым. Содан ұшып бір жерге бардым. Ол жерде бір қызық енді бір ауасы да өзгеше, сондай жерде болдым. Бір әйел адам, әже деуге де, әже, білмейміз, ол жердің адамдардың жастары бәрі бірдей сияқты. Содан бір әйел адам мені итеріп жіберді кері. Содан есін жиды деп айтып жатқан акушерканың несін білемін. Сол кезде мен түсінгенім, мен екі ортада, екі әлемнің ортасында болғандай болдым. Ояқтың енді айтатын жоқ, ояқтың атмосферасы да басқа, ауасы да басқа, адамдары да өте басқаша. Сондықтан алдымызда келген 21 желтоқсан күнімізді тиімді пайдаланайық, жақсы дұғада болайық, Алланы ұлықтайық. Өте мен шығарып отқан себебім 21 желтоқсан ерекше күнімізді пайдаланайық, Алланы ұлықтайық, өзімізге қайтайық, Аллаға қайтайық. Сол күні әлеммен екі орта өте жұқа болады, дұға қабыл болады. Сондықтан Алланың бәрі, әлемнің бәрін Алла деген есептеп қойған, есептелген. Сондықтан ол ешқандай бізге артық заттың не істеудің қажеті жоқ. Тек Аллаға қайтайық, өзімізге қайтайық, Алланы ұлықтайық. Сол 21 желтоқсан айтайын деп отқаным, екі әлемнің ортасы өте жұқа болады. 21 желтоқсан ерекше деп отқан, өзімнің басынан өткесін оны біліп отырмын. 21 наурызда солай Самарқанды көктасы еріген күннің ол күнде солай ерекше. Мына желтоқсанның мына күні де өте ерекше. Бұл күні өмірге келген балалардың да өздері өте ерекше балалар келеді өмірге. Сондықтан 21 желтоқсанды 20 күні жуынып, шайынып, Алладан дұғада болып, күнімізді тиімді пайдаланып, үйімізде артық қоқыс заттар болса бәрін лақтырып, өте артық қоқыс зат ұстамағанда жақсы. Бір келіншек алдында маған айтады, апа, бір тумамның, бір қайтыс болған тумамның уже біраз жыл затын сақтап отырмын, дұрыс па екен деп сөйлейді.
қайтқан адамның затын алдың ба, киіп тастаған пайдалы, ол сауап. Иә, маған келген ақпарат сол, киіп пайдаланып, иә, біреуге беріп тастап, оны пайдаланбадың ба 5-6 ай, біреуге беріп таста, иә, пайдалан. Сондықтан оны артық қоқыс ұстаудың қажеттілігі жоқ. Біздер бүйтеміз ғой, бір ыдыс-аяқ аламыз ба, оны қонаққа дейміз да, оны ұстамаймыз. Жаңа киім ба, қонаққа киеміз дейміз да, оны да кимейміз. Сондықтан қай затты да бүгін пайдаланып, жақсы ыдыс-аяқпен өзің ішіп, жақсы тамақты өзің жеп үйренуіміз керек. Мен өзім да солай, бір ыдыс болса алып қойып, қонақ келгенде пайдаланамын деп, көйлек болса да алып қойып, қонаққа шыққанда кием деп, оның маған содан ақпарат келді. Не затты да бүгін ки, бүгін іш. Бізге мына өмірде бұйырған ішкен жеген, шайнаған неғай біл деп, оны атам қазақ айтып кеткен. Сондықтан бәріні қазір пайдаланып, қазір ішіп, біреуді қуантқың келсе, қазір қуантып, біреуді звондап, халін білгің келсе, қазір халін біліп, жаңа ертең звондаймын, содан кейін звондаймын деп артқа қалдырмай, қолдан келгенше солай істегеніміз жөн. Өйткені қазір уақытта қысқарып келе жатыр, оны бәрі көріп отыр. Сондықтан уақытта қысқарып тұр. Қазір таң атса, қазір обед болады, обед болып жатса, кеш болып жатады. Уақыттың өзінің қысқарған, сондай уақытта өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан сіздерге айтарым, мына күнімізді тиімді пайдаланайық. Екі әлемнің тылсым әлемі жұмыс істегесін, сол күннің екі әлемнің өте жұқаратын күні. Сондықтан жақсы дұғада болайық, бір-бірімізге жақсылық тілейік. Тек қана жақсы күніміз көбейе берсін. Өзіме келген ақпаратпен бөлісіп жатырмын сіздерге. Осы 21 күні, желтоқсан күні тұрмысқа шыққысы келетін қыздар, дұғаларымды соған жіберіңіздер. Бөпе көтере алмай жүрсеңдер, бөпе сұраңдар Алладан. Сондықтан маған келіп отқан ақпарат осы. Бәрімізді бір-бірімізге тілекші болайық, жақсы күніміз көп болсын. Бір-бірімізге тек қана бірің бауыр, бірің дос болайық. Сондықтан тағы айтам, подписка жасаңдар, лайк басыңдар. 21 күні күнімізді тиімді пайдаланып, Аллаға одан да жақындай берейік. Оқырмандарым, сендерге айтарым, тек қана жақсылықта болайық, бір-бірімізге жақсылық тілеп, жақсылығымыз көбейе берсін. Маған тағы да подписка жасаңдар, лайк басыңдар, қолдаңдар. Кездескенше күніміз жақсы болсын.